Баршаңызға сәлем. Маған ең көп келетін сұрақтардың бірі осы әйел бақыты гүлін өсіре алмаймын деген сұрақтар өте көп келеді. Оны үйрену үшін видеоны соңына дейін қараңыз және осы менің парақшама тіркеліп қойыңыз. Өте көп ақпараттармен бөлісетін боламын. Ең алдымен бұл әйел бақыты гүлі ылғалды ауаны ұнатады және жартылай қышқыл топырақты ұнатады. Магазиннен сатып алғаннан кейін сіз міндетті түрде бір апта 10 күннің ішінде топырағын ауыстыру керек боласыз. Арнайы жартылай қышқыл топырақты дайындап аласыз. Тамыры өте аппақ жеңіл болады. Соны жақсылап жаймен шешіп аласыз. Шешіп алғаннан кейін дайындап қойған топырағыңызға жаймен отырғызасыз. Кокосовый субстратты міндетті түрде ауыстыру керек болады. Осындай жеңіл топырақты дайындап аласыз. Алдымен рыхлительдерін, минералды тастарын барлығын қосасыз. Горшоктың астын міндетті түрде өте көп мөлшерде тесу керек боласыз. Артық ылғалдылық шығып кету керек. Өзіне арналған грунтқа отырғызып болғаннан кейін міндетті түрде 10 күнге дейін тепличка жасап жапырағын пленкамен жауып қоясыз. Себебі жаңа топыраққа отырғызған кезде ол ылғалдылықты жібере алмайды. Ал бұл гүлдің жапырағы ылғалдылықты өте жақсы көреді. Мен егесіне жіберіп жатырмын. Маған пересадкасымен бірге тапсырыс түскен болатын. Осылай егесіне орап теплородпен тоңып қалмас үшін салып жібердім. Егесіне өте қатты ұнады. Одан кейінгі қалай күтім жасау керектігін барлығын айтып түсіндіріп бердім. Керекті гүлдер болса тапсырыс берсеңіздер болады. Әйел бақыты гүлінің топырағы дұрыс болса және де пересадкадан кейін міндетті түрде тепличка жасайтын болсаңыздар жапырағына кез келген гүлді әдемі өсіретін боласыздар. Бонсай кажется. И мынау салатик. Вообще күшті. Сіздің беріп жүрген тастарыңызды қызым қалап бәрін жеткізіп жатыр.